Достар, не тауып алғанымды қараңдаршы. Бұл не? Бұл батпырауық. Қане, оны ұшырып көрейік. Мен бірінші болам. Мен екіншімін. Мен үшіншімін. Жарайды, мен төртіншімін. Мәс саған! Енді менің кезегім. Маған бер. Не болды, алауша? Жылан, бірдеңені бер десең, бұйрық сияқты естіледі. Ал сыпайы түрде бірдеңе сұрағың келсе, берші деп айтқан дұрыс. Бұл басқа сөздерге де қатысты. Мысалы, алшы, жүрші. Тоқта, алауша, мен оны білген жоқпын. Саған дөрекі сөйлегім келмеген. Білмесең ештеңе етпейді. Сені кешірдім. Басынан бастап көрейік. Алауша, батпырауықты берші, ойнай тұрайын. Әрине, ала ғой. Иә, әрине, жақсы. Кешір. Жоқ, сізге емес, айта беріңіз. Ой. Кешір. 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 Жаным, не үшін кешірім сұрап тұрсың? Білмейм. Бәріне кедергі келтіріп жүрген деймін. Лалаға, Тимаға, папама, енді саған да. О не дегенің? Әрине кедергі келтірмейсің. Ыңғайсызданған сайын кешірім сұраудың қажеті жоқ. Қане, себебін анықтап алайық. Бірақ жарайды, ақша жібере берсеңіз болады. Кешір. Не үшін кешірім сұрадың? Еш жазығың жоқ қой. Лала мені өткізіп жіберу үшін. Енді түсінікті болды. Лала, өтіп кетейінші? Ой, әрине, өте бер. Жоқ, сізге емес, айта беріңіз. Ары қарай кеттік. Тимаға не деп айтам? Өтіп кеткің келетінін айт. Тима, өтіп кетейін, я? Әрине, өте бер. Пойыз ойнаймыз ба? Жарайды, қазір кітаптарымды апарып тастайын. Көрдің бе? Түк қиындығы жоқ. Я, оп-оңай. Ой, кешірші. Бұл жолы кешірім сұрағаның орынды. Дұрыс, жарайсың. Ештеңе етпейді, тізей салам. Еңбегін жемісті болсын, папа. Міне, көрдің бе? Кешірім сұрай берудің қажеті жоқ. Кешірім сұраған дұрыс, бірақ себепсіз болмауы керек. Қателескен кезде ғана кешірім сұрау керек.